Мына глобусты жазық картаға айналдыру үшін маған әрине алдымен пышақ қажет. Сфералық глобусты тіктөртбұрышқа ұқсату үшін бұны бірнеше бөліктерге кесіп, тоғыланған жерлерін созуым керек. Бірақ қанша тырыссам да түбінде картаны толықтай жазық қылу мүмкін емес болып шықты. Дәл осы жерде картографтар ең көп кездестіретін мәселе туады. Ешқандай бұрмалауларсыз сфераның бетін тіктөртбұрышқа айналдыру мүмкін емес. Бұны біраз жылдар бұрын мына кісі дәлелдеп те кеткен. 1500 жылдардан бері математиктер сфераны төртбұрышқа айналдырудың жолдарын іздеумен келеді. Ал оны іске асыру үшін олар проекция атты әдісті қолданады. Ең көп кездесетін карталар цилиндрлық проекциямен жасалған. Бұны көз алдымызға елестету үшін глобусты цилиндрдің ішіне орналастырайық. Енді глобустағы әр нүктені осы цилиндрға көшіреміз. Глобусты енді алып тастап цилиндрді жазғанда тіктөртбұрышты жазық карта пайда болады. Алайда цилиндрден бөлек глобустағы кескінді өзге де фигураларға проекциялауға болады, және олардың әрқайсының кескіні әртүрлі болып шығады. Міне осы бүгін біз тоқталып отырған негізгі үлкен мәселе. Карталар қандай проекциядан салынбаса да, әрқайсының пішін, қашықтық, бағыт және аудан бойынша ауытқушылықтары міндетті түрде болады. Картаның кейбір түрлері тіпті жалған ақпарат беруі де мүмкін. Мысалы қарастырайық. Мына карта Меркатор проекциясымен жасалған. Американдық мектептерде сабақ көбінде осы картамен өтеді. Google Maps қосымшасы да осы проекция түрін қолданады. Біріншіден, бұнда аймақтардың нағыз пішіні берілген. Глобустағы Бразилияның пішіні мен Меркатор картасындағы Бразилияның пішіні бірдей болады. Бұдан бөлек, бұл карталардың қолданысы ең алғашынан ақ навигацияға негізделген. Меркатор карталарындағы бағыт-бағдардың дұрыстығы мұхит шарлаушы жиһанкездер үшін өте маңызды болған. Яғни картадағы екі нүкте арасындағы сызылған кесінді кеме капитандары үшін компасты өлшенетін нақты бұрышты бере алған. Картаны қайтадан глобусқа айналдырсақ, бұл кесіндінің ең қысқа жол емес екендігін көруге болады. Қалай болғанмен де карта қарапайым әрі нақты жолды көрсете алады. 16 ғасырда осы проекцияны ең алғаш сызған Герард Меркатор глобустағы бағытты жазықтықта сақтай алу үшін меридиан және бойлықтар жасайтын тор көздердің өлшемін әртүрлі еткен. Бірақ бұл өзге мәселелерді тудырды. Меркатор картасы аудан бойынша жалған ақпарат береді. Гренландия аралы мен Африка материгінің ауданын салыстырып көрейік. Картада екеуі шамамен бірдей аумақты алып жатыр. Ал шын мәнінде глобусқа қайта қарасақ, Гренландия ауданы Африканыкінен анағұрлым кішкентай екенін көреміз. Нақтырақ айтқанда 14 есе кіші. Глобустың үстіне 10 шақты шеңберді орналастырып Меркатор проекциясын жүргізсек, мына кескінді алуға болады. Нәтижесінде шеңберлер шеңбер күйінде қалды, бірақ полюстарға жақындары үлкейіп кетті. Кей сыншылар бұның астарында империалистік идеологияның бар екенін де алға тартады. Егер сіз Меркаторды емес, елдердің ауданын жақсы сипаттайтын картаны қарағыңыз келсе, Гал-Пидерс проекциясын қолданасыз. Бұл картаның өзге атауы тең аудандар картасы. Гренландия мен Африканың аудандарын енді қайта салыстырып көрейік. Екі ауданның қатынасы енді тура шаманы береді. Меркатор картасындағы мәселені шештік. Бірақ өзіңіз де байқағандай, бұл картадағы әлем елдерінің пішіні қатты созылған. Дегенмен 60 жылдардың соңына қарай карталарға деген көзқарастың айтарлықтай өзгеруіне әкелген бір қатар оқиғалар орын алды. Планетамызды айнала ұшқан жасанды серіктер әртүрлі объектілердің орны мен бағыты жайлы ақпараттарды жердегі қабылдағыштарға жібере бастады. Бүгінгі жер серіктері кез келген ауа райында, кез келген уақытта жер бетіндегі объектілердің ең нақты деген орналасу координаталарын есептеп бізге жібере алады. GPS жүйесі қағаз карталарының ендігәрі қашықтықты есептеу, бағытты табу секілді жұмыстарға қолданылуын мүлде керексіз етті. Карталар бұдан былай навигацияға арналған құрал емес, оқуға, дизайндауға, әртүрлі ақпараттарды ұсынуға арналған әдістеме болып қалды. GPS-ның пайда болуына дейін ең маңызды бағыт-бағдар беруші болған Меркатор карталары бүгінде жалған ақпарат берушіге айналды.
Дегенмен де үйреншікті болған соң Google Maps және өзге де карта қосымшалары осы проекцияны әлі күнге дейін қолданып келеді. Пішін мен бағыттың сақталуы бұл карталардағы қала көшелерін кескіндеуге өте ыңғайлы. Масштабты жақындатқанда ауытқушылықтар аса сезілмейді. Ал әлемдік масштабпен жұмыс істеуге Mercator картасы жарамсыз. Қазіргі картографтар тіктөртбұрышты емес карталарды жөн көреді. 1998 жылы ұлттық география қауымдастығы Винкельдің үштік проекциясын негіздеді. Себебі бұнда пішін мен ауданның дәлдігіндегі өзара тепе-теңдік сақталған. Сонда да жер планетасын ең нақты күйінде көру үшін глобус сатып алыңыз. Әйтпегенде жазық карталарды қолданған кезде бұнда міндетті түрде ауытқушылықтардың болатынына көнуіміз керек. Басқа амал жоқ.